Адам организмінде 30 жасқа дейін коллаген бөлінеді екен, ал 30 жастан кейін коллаген бөлінуі тоқтайды екен. Енді не істейміз? Ол үшін бізге коллаген ішу керек 30-дан асқаннан кейін. Әрине көбісі сатып алып ішеді, ол да қымбаттау. Ал біз күнделікті тамақ жасағанда осындай сүйектер қыздар бізде қалады ғой. Осы сүйектерді лақтырмаймыз, сақтаймыз, жинаймыз, морозилкаға қатырып, осылай үй жағдайында өзіміз коллаген дайындаймыз. Ол үшін бізге мінекей уксус яблочный, жаңағы сүйектеріміз және де су керек болады. Бастысы 18 сағат қайнату керек. Мен мына жерде лавровый лист, пияз, сәбіз қостым. Бір күн қайнатасыздар, кейбіреу 2 күн қайнатып жатады. Интернетке кіріп қарасаңыздар, өте көп күшті рецепттер. Осындай қою сорпа шығу керек, кішкене холодецке ұқсайтын болу керек. Менікі бірақ сұйық болды. Мен алғаш рет қайнатып тұрмын, мінекей қызыма құйып бердім. Қызым қарын ашқаннан ба ішіп алды, бірақ содан кейін ішпей қойды. Мен қазір осы қатырылған кейін тамаққа қосамын, солай қабылдап жүрміз. Және де таңертең өзім іше бастадым. Шығарып қоямын, мысалы бір қатырылғанда жылы су қосып жылытып өзім ішіп жүрмін солай. Және де тамаққа қосамын, сорпаға, екінші тамақтарға қосуға болады. Дәмі кәдімгі сорпаның дәмі. Егер бұл видеоны көріп отырсаңыз, коллаген туралы міндетті түрде ақпараттарды тыңдап көріңіз.